Сәлем балалар. Алюканың сурет салу айдарында бүгін біз тасбақаны саламыз. Қоңыр түсті алып, домалақ шеңбер сызамыз. Шеңберді салып үшін қоңыр түспейін бояймыз. Енді басын саламыз тасбақаның. Үлкенірек саламыз. Қолдарын саламыз қазір. Екі қолын саламыз. Басынан қарағанда қолдары кішірек болады. Қолдарын салып болған соң, екі аяғын саламыз. Кішкентай құйрығын саламыз. Кішкентай құйрығы болады тасбақаның. Қызыл түсті алып, енді тасбақаны әшекейлейміз. Тасбақан тура ортасынан домалақ қызыл нүкте саламыз. Домалақ шеңбер сызып шығамыз қызыл түспен. Қызыл бояуды алып, қызыл нүктелерді бояп шығамыз. Көк түсті алып, қызыл нүктелердің жанынан көк түспен көк нүктелер салып шығамыз. Көк түсті тағы да алып, тасбақаның тағы да бір сыртынан бір шеңбер айналдырып шығамыз. Қара түсті алып, тасбақаның екі көзін мен аузын саламыз.